уақыт дейтін қаржы жинау, сауапты істер атқару, ол өте керек. Қазір мына көктемнің мезгілі, су тасып жатыр. Ал айнала жағы бір су тасып, үйінен айырылып қалып жатқан адамдар бар жағы. Соның бәрі көбі қазақтар енді. Біз өзімізге өзіміз көмектесек, бізге кім көмектеседі? Уақыт өте қажет нәрсе, және ол ақиретте де ол үлкен сауап. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Уақыт дегенді қалай түсінесіз? Мен ойымша қайырымдылық қорының ең үлкен қоры, содан көп сауап алуға болады. Уақыт дегеніміз амал, сауап үзілмейтін амал. Ол қазір уақытта уақыт қоры бар біздерде. Сол уақыт қоры атқаратын осы сауапты істер. Оның ішіне қайырымдылықтар кіреді. Бисмиллахиррахманиррахим. Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иза матал инсану инқата'a анху амалуху илля мин салас. Садақатун жария, илмун янтафи'у бихи ва валадун солихун яд'у лах." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: адам баласы дүниеден өтуіменен оның барлық амалы тоқтайды, тек үш жағдайда тоқтамайды дейді. Біріншісі соның садақа жария, ағып тұрған садақа, үзілмейтін садақа. Ол міне уақыт деген сөзі осы, құрметті жамағаттар. Бір адам өзінің артынан із қалдырып, үлкен бір ғимарат салдырып кетсе, я болмаса соны Құдай жолына арнап кетсе, міне соның сауабы үзілмейді. Екінші түрі илмун янтафи'у бихи, пайдалы білім, пайдалы білімді адамға үйретсе, міне дүниеден өтсе, сол берген білімі артындағы шәкірттері арқылы оған сауап келіп тұрады. Үшіншісі валадун солихун яд'у лаху, ізгі ұрпақтың дұғасы дейді. Міне жаратқан Жаббар иеміз әрбіріміз иншалла үзілмейтін осындай уақыт садақа жасауға нәсіп етсін.